Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Фильм Бастилияда қамауда отырған белгісіз бір еркекті көрсетуден бастау алады. Оның бетіне темір бетперде тағылған, ал оның бұл орында қандай жазасы үшін отырғаны ешкімге белгісіз. Бұл уақытта өздерінің әскери өмірлерін тастаған танымал мушкетерлер зейнетке шығады. Арамис өзінің қалған өмірін дінге арнамақ. Д'Артаньян патшаның қауіпсіздігіне жауап беретін болады. Портостың жеке борделі бар, ал Атос өзінің ұлы Раульді нағыз ер жігіт қылып өсіргісі келеді. Бұрынғы достар қазір бір-бірімен сирек кездеседі. Арамис досы Д'Артаньян келгенде қатты қуанып кетеді, бірақ ол басқа мәселемен келген екен. Патшаның оған арнайы тапсырмасы. Қазіргі таңда елдегі жағдай қиындау, көтерілістің алдында тұр. Ал патша Людовик халық арасында абыройға ие емес, оның себебі де бар. Өйткені патшаны халықтың мәселесі емес, әйелдер мен ойын-сауық көбірек қызығады. Бірақ патша соған қарамастан халық өзіне разы болу қажет деп ойлайды. Сондықтан осы мақсатта оған қарсылық көрсетіп жүрген иезуиттердің басшысының көзін құртпақ. Ол бұндай қауіпті тапсырманы тек Арамис секілді тәжірибелі адамдарға ғана тапсырғысы келеді. Арамис көп ойланбай патшаға оның тапсырмасын орындауға дайын екенін айтады. Келесі күні патша сарайында салтанат өтіп, оған Атостың ұлы Рауль өзінің ғашығы Кристинамен бірге келеді. Салтанат кезінде Людовик Кристинаның сұлулығына қатты тамсанады. Өзінің қалағанын алып үйреніп қалған Людовик оның жігіті болғанына қарамастан одан бас тартқысы келмейді. Ол Кристинамен оңашада қалу үшін арнайы сайыс ұйымдастырады. Ал кейін қыз жалғыз қалған сәтте оның қасына келіп, онымен танысуға тырысады. Патшаның күзетсіз жүргенін байқаған оның жауларының бірі осы сәтті пайдаланып Людовиктен құтылмақ. Ол күтпеген жерден енді патшаға соққы жасайын деп жатқанда Д'Артаньян пайда болып, патшаны құтқарып қалады. Людовикке қыз қатты ұнап қалды, сондықтан ол Раульден құтылудың жолдарын қарастыра бармайды. Бір күні үйінде отырған Рауль оны фронтқа шақырып жатқаны жайлы хат алады. Бұны көрген әкесі қатты ашулы, ол бұл патшаның әдейі ұйымдастырған шақыртуы екеніне сенімді. Сондықтан ол өзінің досы Д'Артаньянға өтініш жасайды. Ал Д'Артаньян өз кезегінде патшамен бұл мәселе бойынша сөйлесіп көруге дайын екенін айтады. Бірақ ол патшаны ойынан қайтара алмады. Осылай көп өтпей Рауль фронтқа аттанады. Оның мұндағы ғұмыры ұзаққа созылмай, ол соғыс барысында қайтыс болып кетеді. Өлер алдын ол патша сарайына хат жіберген екен. Кристинаның сонда патшамен бірге болатынын түсініп, жалғыз баласының қайтыс болуы Атосқа ауыр тиді. Тіпті ол ойланбастан кек алу үшін патша сарайына қарай бағыт алады. Алайда оның жолында өзінің досы Д'Артаньян тұрады. Атос ештеңеге қарамастан міндетті түрде баласының кегін алатынына уәде етеді. Сөйтсе патшаның көзін құртуды ойлап жүрген тек жалғыз ол емес екен. Бір күні Арамис өзінің достарын жинап, патшаның көзін құрту жоспары бар екенін айтады. Ал кейін достарына Людовик көзін құртпақ болып жүрген иезуиттердің басшысы өз екенін айтады. Ол Людовикті құртпаса, ол оны құртататын болады. Достарының бәрі оны қолдайды, тек Д'Артаньян емес. Ол достарын ойларынан қайтаруға тырысады. Ал кейін олардың ойларынан қайтпайтынын түсінгенде, патшаны соңына дейін қорғауға дайын екенін айтады. Осылай Д'Артаньян өзінің достарымен ұрысып кетіп қалады. Раульдің қайтыс болғаны туралы ақпарат Кристинаға да жетіп, ол қатты қайғыра бастайды. Ол бұл патшаның әдейі істеген іс екенінен жақсы хабардар. Алайда оның анасы ауру, ал отбасының жағдайы төмендеу, сондықтан оның патшамен кездесуден басқа шарасы қалмайды. Людовик оған көңілдес болуды ұсынғанда, Кристина оның отбасы да Раульдің кейпі кешуі мүмкін екенін түсініп, оның ұсынысына келіседі. Оған көрсеткен рахметі ретінде патша оның отбасына қарайласатын болады. Ал бұл уақытта үш дос өздерінің жоспарларына кіріседі. Олар алдымен Бастилияға еніп, ондағы әлгі бетпердедегі еркекті босатып алады. Ал кейін оны қала маңындағы үйге алып, бетіндегі бетпердені шешеді. Арамистің достары оның Людовиктен аумайтынын көргенде қатты таңғалады. Осы сәтте Арамис достарына бәрін түсіндіріп береді. Сөйтсе кезінде патшайым егізді дүниеге алып келген екен. Алайда таққа таласудың алдын алу үшін бір егізден құтылу туралы шешім қабылданған. Олар патшайымға оның ұлы қайтыс болғанын айтқан екен. Сондықтан Арамис жеке өзі баланы қарапайым адамдарға беріп жіберген екен. Алайда кейін Людовик өзінің інісі бар екенін білгенде, ол таққа таласады деп қорқып, оның бетіне бетперде кигізіп Бастилияға тастаған. Арамистің жоспары бойынша ол осы еркекті Людовиктің орнына қоймақ. Бірақ бұл үшін бірқатар шарулар істеуге тура келеді. Өйткені егіз қарабайыр халықтың арасында өскендіктен мәдениет дегеннің не екенін білмейді. Оған оқып сызуды, өз-өзін ұстау секілді бірқатар тәрбие жұмыстарын өткізуге тура келеді. Кристина патшамен көп уақыт өткізген сайын өзінің дұрыс істемей жүргенін түсінеді. Оның Раульдің алдындағы ұяты маза бермей, бір күні ол патшаға онымен ары қарай кездесе алмайтынын жариялайды.
Арамис бастаған топ патшаны ауыстыру жоспарына кіріседі. Олар Людовикті Филиппке балмаскарад кезінде ауыстырмақ. Ол уақытқа дейін олар Филиппке өз-өзін патша ретінде қалай ұстау керек екенінің бірқатар талаптарын үйретіп үлгеретін болады. Арамис патшаны алмастырмай тұрып, алдымен патшайымға бәрін хабардар қылмақ. Осы сәтке дейін оны өлді деп келген патшайым Филипптің тірі екенін білгенде қатты қуанады. Ол Людовиктің қатал әрі ақымақтау екенін жақсы біледі, сондықтан оның орнына екінші ұлы Филипптің отырғанына қарсы емес. Ол Филипптің оған қарағанда әлдеқайда жақсы патша болатынына сенімді, сондықтан осы істе өзінің көмектесуге дайын екенін айтады. Кешкі балға арнап достар өздеріне арнайы киімдер тіктіртеді. Бал күні олар кешкі бетпердемен бірге патша сарайына кіреді. Ал кейін бал кезінде патша өз бөлмесіне барғанда, олар құпиялы жол арқылы ішке еніп, оны байлап тастайды. Ал кейін патшаның киімін Филиппке киіндіріп, ештеңені білдіріп қоймас үшін оны залға қарай жібереді. Д'Артаньян патша өзін мүлдем басқа ұстап жатқанын байқап, бұл жерде бір шикіліктің бар екенін түсінеді. Ол патшаға тек Людовик білетін сұрақтарды қойып, алдында тұрған нағыз патша емес екенін түсініп, әскерлеріне сарайды тінтуді тапсырады. Бұл уақытта достар Людовикті байлап алып, сарайдан қашып кетуге тырысуда. Алайда соңғы сәтте оны Д'Артаньян бастаған әскерилер қуып жетеді. Олар өздері қашып кете алды, бірақ әскерилер жағада Людовикті тартып үлгере алды. Филипп өздерінің жоспарлары сәтсіздікке ұшырағанын түсініп, патшадан оны Бастилияға қайта жібермеуді өтінеді. Тіпті ол өз-өзін құрбан етуге дайын. Бірақ Людовикті өзінің қалауынан басқа ештеңе қызықтырмайды. Д'Артаньян оның Людовиктің інісі екенін біледі, бірақ оның патшаның бұйрығын орындаудан басқа таңдауы жоқ. Бұл уақытта Кристина ары қарай өмір сүруге қауқары болмай, өзінің ғашығының артынан бару үшін өз-өзіне қол жұмсайды. Бұл туралы хабар Людовикке жеткенде, ол ешқандай әсер бермейді. Ол осы кезге дейін Кристинаны тек көңіл көтеретін зат ретінде ғана көріп келді. Осы сәтте Д'Артаньян өзінің қателескенін түсінеді. Сондықтан олар достарына патшаны алмастыру жолында көмектесуге дайын екенін айтып, оларға хат жазады. Ол әдейі Бастилиядағы күзетті азайтатын болады. Осы арқылы достарына Филиппті алып қашуға көмектесе алу үшін. Достары алғашында бұған сенімсіздікпен қарайды, алайда олар өздерінің басқа таңдаулары жоқ екенін түсінеді. Бекітілген күні олар Бастилияға енеді. Людовик бұл уақытта Д'Артаньянның оған қарсы қастандық ұйымдастырып жүргенін түсініп қойыпты. Сондықтан ол әскерилерді өзі басқарып Бастилияға келеді. Үшеуі патша әскерлерімен күресіп жатқанда, оларға көмекке Д'Артаньян келеді. Олар мушкетерлерді бұрышқа тықсырып, оларды нысанаға алады. Бірақ соңғы сәтте олардың Д'Артаньянға қарсы оқ атуға батылдары жетпейді. Өйткені Д'Артаньян олар үшін әке болып кеткендей адам болатын. Сондықтан олар көздерін жұма отырып атып, олардың қашып кетуіне мүмкіндік береді. Д'Артаньян Филиппті босатып, оны өзінің ұлы екенін мойындайды. Сөйтсе патшайым мен Д'Артаньян арасында махаббат болған екен. Патшайым патшадан емес Д'Артаньяннан жүкті болған. Ол осы себептен де Людовикке қатты адал болған екен. Алайда алғашқы ұлының жауызға айналып бара жатқанын түсінгенде, одан бас тартудан басқа шарасы қалмаған. Людовик әскерилерден оларды өлтіруді бұйырады. Бірақ әскерилер оларға қарсы соғысудан бас тартқан кезде, Людовик қылышты өзі қолына алады. Ол Филиппті өлтірмек болған, алайда оны денесімен Д'Артаньянның өзі құтқарып қалады. Көп өтпей ол алған жарақатынан достары мен ұлының алдында қайтыс болады. Олар патшаның киімін Филиппке кигізіп, оны халыққа патша ретінде таныстырады. Ал Людовиктің бетіне темір бетперде кигізіп, оны Бастилияға тастайды. Олар Д'Артаньянды үлкен қошеметпен шығарып салады. Оның жерлеу рәсімінде ең жақындары болады, тіпті патшайымда. Филипп елді ағасы секілді емес, әділетті басқарады. Тіпті ол бірнеше жылдан кейін Людовикті бостандыққа жібереді. Аңыздар бойынша ол ары қарайғы өмірін қарапайым адам ретінде сүрген екен. Осы жерден фильмде аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.